Құрбандарын орман алқабында өлтіретін болғандықтан, ел аузында орман құбыжығы деп аталған Сергей Ряховский 1988 және 1993 жылдар аралығында 30 адамның өмірін жалмаған қанішер. Қылмыстарын Мәскеу қаласы мен облыс аумағында жасаған. 1988 жылдың 19 маусымында орман алқабынан 41 жастағы ер адамның мәйіті табылады. Марқұм тыр жалаңаш және тоңқайған күйде қалдырылған. Сорақысы, оның зорланғаны да анықталды. Ұрық қалдықтары табылғанымен, ол кезде ДНК сараптамасының даму деңгейі ақсап тұрған еді. Одан кейін бірінің артынан бірі азапталып зорланған мәйіттер табыла бастады. Бірақ қанішердің айуандығы өршелене түскен. 5 жыл ішінде 30 бен 77 жас аралығындағы 6 ер адам және 14 бен 16 жас аралығындағы 3 ұл баланың мүрдесі табылды. Бәрі зорланған және бастары шабылған. Анықталғандай, құрбандардың бәрі гомосексуал болған екен. Сондай-ақ орман алқаптарынан 14 әйелдің мәйіттері табылды. Құрбандардың ең кішісі 45 жаста, ең үлкені 71 жаста. Қылмыс нышандары гомосексуал құрбандармен ұқсас, яғни бастары шабылған және зорланған. Оған қоса, бірнешеуінің жыныстық мүшесіне петарда тығып жарғаны анықталды. Нәтижесінде қанішер 1993 жылдың 13 сәуірінде құрықталды. Бірнеше күн бұрын ол орман алқабында 64 жастағы әйелге шабуыл жасап зорламақ болады. Абырой болғанда, куәгерлер кейуананың айқайын естіп көмекке келіпті. Бірақ қанішер қашып үлгерген. Осылайша кейуананың жауаптарының арқасында 31 жастағы Сергей Ряховский ұсталып қалады. Салмағы 100 келіден асатын ірі денелі қанішер қылмыстарының бәрін мойындайды. Бірақ тергеушілер тек 18 қылмысты дәлелдей алды. Қалған құрбандарын қайда жасырғанын ұмытып қалған екен. Анықталғандай, ол 15 жасынан бері кемпірлерге құмартып жүрген. Сөйтіп 20 жасында 80 жастағы әйелді зорламақ болғаны үшін 4 жылға қамалып кетеді. Жиіркенішті бап бойынша сотталған Ряховскийді абақтыластары зорлап, түрмелік жаргонмен айтқанда әтеш қылып жіберген. Осылайша оның гейлерге деген өшпенділігі оянытты. 1995 жылдың 11 шілдесінде ол өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Түрме қабырғасында ол дінге бет бұрады. Тіпті өз өмірі жайлы жазған мемуарларын баспаханаларға сатуға тырысқан. Бірақ туберкулез дертіне шалдығып, 2007 жылы 45 жасында қайтыс болды. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.